Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біздің Қарабала шоуда міне өзгеше өткізіп жатыр. Алдында Донченкомен дәл осылай түсірген болатын. Бүгін бізде қонақта ол Бексұлтан Билал деген жауынгер, Апачи лақап атымен танымал. Бексұлтан, қалың қалай? Ассалаумағалейкум, шүкір, аман-есен, жақсы. Рахмет шақырғаныңызға. Саған рахмет келгеніңе. Көшеде қалай, жалпы ыңғайлы ма осылай сұхбат берген? Без разницы. Любой точка, бірдеме айтшы. Бауырым, саған Апачи деп айта берсем болады ғой, иә? Сосын сен деп сөйлей берсем болады ғой, иә? Болды. Қара, Апачи, сен бұрын, мен шын айтайын, осынан жарты жыл бұрын сен менің өмірімде болған жоқсың. Мен сені КВНщик ретінде танитын едім, актер ретінде көрген жоқпын. Мына соңғы сериалдарда байқап қалған не жайым бар. Бірақ жақын арада мен естідім, мына реалити түсірердің алдында сен туралы, сен рухтың чемпионысың, иә? Рухты білеміз, ол кулачка. Мен ойыма ешқалай сыймайды да, сен бірде актерсың, бірде КВНщик, және де сонымен қатар сен рухтың чемпионысың, да, жаңағы кулачкадан. Сол туралы айта кетші? Енді ол бірден шүкір чемпион болғанымызға. Жоқ, жалпы ол чемпион ғой, ол туралы тағы да сөйлесеміз. Жалпы қалай сен актерлықтан неге кетіп қалдың? Ол былай болды. Бокс деп айтайықшы, кулачка деп айтпай қояйық. Топ ММА болды. Иә. Бізде, короче, досым зал ашқан осыдан бір жарым жыл бұрын. Боксерский зал ашқан. Сөйтіп мен жаңағы сторис түсірген, вот зал ашылды, келіңдер деп. И одан кейін жаңағы рухта мен жұмыс істейтін бір досым бар еді. Сол шақырып, төбелесуге желание бар ма деп. Тегін емес, конечно. Сонымен ойландым, давай для прикола барып. Андай қудыртып. Қазір бір секунд айтшы, достар, егер сіз біздің Апачидің қанша гонорар алатын білгіңіз келсе, соңына дейін қараңыздар. Осы интервьюда, осы шоуда біз міндетті түрде соны айтатын боламыз. Алға жалғастырайық. Сөйтіп жаңа зал ашып, сторис түсіріп, мына достар келіңдер, зал ашылды деп жаңа сторис салам, досым жазып, рухтан төбелесуге желание бар ма дейді. Досыңның аты бар ма? Оған бір жақсы. Тәуекел. Ассалаумағалейкум. Бірақ ол қазір істемейді, ол басқа жерде. Ол тоже КВНщик. Бірақ енді сәлемімізді айтып жібердік. Сөйтіп жаңағы айтады, төбелесейік деп. Сөйтіп мен бір ойландым. По идее төбелесе аламын ғой негізі. Иә. Жалпы бұрын боксқа қатысқансың? Жалпы бұрында 8-9 класстарда 2 жыл бокспен айналысқам. Бала кезіңде? Бала кезінде. Қай ауылда? Алматыда. Алматыда қай жерінде? Стадионда Марат Шалабаевта. Болды. Сол 2 жылдық жаттығуың тек қана бар болған? Иә, 2 жылдық жаттығуым бар, сосын көшедегі жаттығуым бар. Көшедегі төбелестік кәдімгі. Қазір көшеде төбелеспейді, Апачи, сразу айтайын. Бізде ұранымыз бар ғой, шайқас келсе. Рингте шайқас деген. Жалғастыра бер бауырым. Сөйтіп жаңағы негіз қызық болды былай. Ол кезде енді бізде қазір уже дамып жатқанда қызық болып жатыр, жаңа жан-жақта, тем более Шафқат UFC-ға шығып жатыр, анда болып жатыр кәдімгі. Жаңа ММА-ның несі қызып жатқан кезде тоже желание. Мен де төбелесе аламын дедің ғой, короче. Мен де төбелесе аламын. Сөйтіп барып шығып көрейік дедік, одан кейін барып басталды ары қарай. Кетті. Бірінші бойынан кейін барып ары қарай уже потянулар ішіне қарай. Иә, сенің ішіндегі жекпе-жектерің туралы біз одан ары қарай сөйлесетін боламыз, бірақ сонымен жаңа сен айтқың келіп тұрғаны, сен 2 жыл 8-9 класстарда бокспен айналыстың стадионда. Жалпы осы Алматының тұрғынысың, дұрыс па? Иә, Алматы. Рухқа, мына неге, жаңа боксқа сен шығуың себебі, жаңа Шафқатты көрдің, тағы да басқа спортшыларды көрдің, өзің актер болғанмен, бірақ сол салаға шығып көрейін дедің, дұрыс па? Иә, сол жағынан өзің. Иә, өзің үшін сәтті болды, дұрыс па? Иә. Иә, енді мына Апачи деген лақап атың бар. Шын атың Бексұлтан, тегің Билал, бірақ Апачи деген лақап атыңмен бүткіл жаңа жастарды да саған жабысып жатыр, фотоға түсейін деп Апачи фотоға түсейін. Ол лақап ат саған қалай келді? Сол туралы айта кетші. Ол лақап ат негізі осы жекпе-жекке шығар бұрын мен Шакомен бірге бір киноға түскен, толық метражды кино, пацанский история деген. Ол киноға жаңағы енді... Ол кино ма, сериал ма? Кино. Мен жаңа отрывоктарын көрдім да, соны ешқай жерде таба алмай жүрмін ғой. Ютубта жоқ өтін, да? Оның несі сериалы бар, пацанский история. Ютубта. Одан кейін киносы жаңа сайтта бар. Бір актерлар сериалға да түсесіңдер, киноға да түсесіңдер ма? Иә. Жаңа главный рөлде үш адам ғой жерде жаңағы. Шако, Илек, кажется, Эльтерес үшеуі. Иә. И қалғандарын бәрі жаңағы эпизодниктер, второстепенный рөлдер. И мен, получается, сол киноға түсіп, сол кинода образ болды, Апачи деген, Қырғызстанның несі. Жаңағы сотқа алып келіп сататын шапаларға границадан.
и сол бойдың алдына бір қандай кличка жазайық деді да. Иә. Келеді ғой жаңа. Иә. Есіме түсіп кетті. Как раз киноға түскен кино шығады ғой скоро. Иә. Еще бой шығады. Давай Апачи деп ұрып жіберейік дедім да. И сонымен кетті. Апачи деп. Сол жақтан келді. Кино пацанский историядан келді ғой үшін. Чисто пацанский погоня алған. Иә, керемет. Мен ойлаймын енді өзіңе бір ұнай ма жалпы? Ұнайды. Иә, өзіңе ұнаса, ол да бір халықтың арасында айтыр, Апачи деген нәрсені көп естимін. Атыңды, сенің лақап атыңды. Ол мен үшін еще андай не да андай везучий ма қалай айтады? Иә. Сәтті жаңа лақап ат деп ойлаймын мен вообще. Өзіме ұнайды. Мына сенің жаңағы өмірбаяныңды зерттеп келсек, КВН-да ойнадың, жақын осы 1-2 жылда киноға түсіп бастадың, иә? 2022-де бастадың ғой киноға түсуді, иә? Оның алдында сен биографияңда былай жазып тұрды, сценарист болдың, КВНщик болдың. Мына пацанский история, тағы да басқа кинолардың сценарийларын сен жаздың ба? Басқа онда біз бір сериал жазған бар точно. Завод деген сериалда. Сол завод туралы да естідім, иә. Завод деген сериал такой комедия ғой, легкий комедия. Соны жазғанымыз бар. Одан кейін көбінесе біз андай шоу жазатынбыз. Қызықтаймыз, жұлдызбысың деген телевизионный шоулар. Сол жерде сценаристпіз. Жалпы сценарий, актерство и қазір бой қосылды, үш направлениеде жұмыс істеп жатыр. Енді оның алдында бір КВНщик болдық қой біз. КВНнен кейін жаңа писанина, жаңа жазу, сценарий жазу, түсу, соның бәрі. Соның бәрі сол жерден қалды дейсің ғой, иә? Сол жақтан келді. Солай қалды. Негізі по идее оның алдында просто жұмыс істейтінбіз андай, обычный офисный жұмыста істеп. Енді сол қазіргі мына офисный жұмысты еске түсіріп, және де қазіргі болып жатқан жағдайлардың бәрін есіне түсіретін болсаң, қай жағы жақсы өзің үшін? Мен негізі осы қазір қайтып офиске оралғың келмей ма? Офиске оралғым келмей. Ринг ұнайды дейсің ғой да? Ринг болғанда қазір андай айтады. Киноға түсу ұнайды дейсің да? Инфлюенсер ма? Инфлюенсер ма? Свободный, короче, өзіңе ұнайтын нәрсе істегің келеді. Сол дұрыс қой деп ойлаймын. Бірақ офистан да өту керек, одан да кішкене опыт аласың, адамдарды көресің, жұмысты көресің, неше түрлі нәрсе көріп, бірақ соңында өзіңе ұнайтын нәрсе істеу керек қой. Соған келу керек. Рухта осы көпшілікке поп мидың арасында, ММА-дың арасында жүрген жігіттердің көбіне танымал болып кеткен Мұрат легенда. Енді әрине ол өзінің шеберлігімен танымал болған жоқ. Ол бір хайппен танымал болды, иә? Сен онымен жекпе-жек өткіздің. Сол жекпе-жек туралы айтып кетші? Ол жекпе-жек өте ауыр болды. Да? Неше раунд төлесіңдер? 3 раунд төлестік. 3 минуттан. 3 минуттан. Бірақ ММА ережесімен төлесіңдер? ММА ережесімен. Сен күреске былай жоқсың да қатты? Күреске дым жоқ. Мен көшеде күрес қой біздегі. Ұстазға мынандай күрестер. Құлдыққа қысу дейсің. Ит жағыз. 2 ай ма ММА қатыстым. Хотя бы защиталарды істеген анау. Бізде 30 секунд, партада 30 секунд ограничение болды. Да? Типа 30 секунд жатасың, там ұрып атама бәрі без разницы 30 секунд өте ма тұрғызып тастайды болды. Жекпе-жек дейсің? Жекпе-жек. Енді ол кішкене оны ауыр салмақ ауыр болды негізі Мұраттың. 10 килограммда ауыр болды менен. Енді оңай жоқ. Неге керістің 10 кило ауыр болса? Біз анда не ғой кішкене Мұрат сәл шетелден келген кішкене хайповый болады деп ойласуға дегендей. Өзің керек екенін түсіндің, дұрыс па? Осыны жеңсем, осымен төлесем, көпшілікке көзге түсем деп ойладың ғой, иә? Көпшілікке жоқ қандай негізі, негізі. Медийка жинаймын. Шынымен айтқанда медийканы жинаймын деп ойладың, иә? Медийка дополнительно жаңа кішкене СНГ-ға, может, өтіп кететін, там, бұл жақта өзін көрсететін. Бірақ Россияда бүйтіп қараған шығар. Апачи, Мұрат, мынау да жеңді ма, Мұрат, болды. Неше адамға жеңілді, ол біраз адамға жеңілді ғой, біраз емес, 1-2 адамға жеңілді. 1-2 адам ба? Негізі. Мен сенің жаңа түсіріп отқан жоқ, мен айтып отқан жаңа прикол ретінде айтып отқан ғой. Ол негізі бізде келді ғой бір рет, келіп бір баланы ұтып кетті. Көрдім. Кейін оны ұту керек болды енді, кішкене намысқа салып. Отырып алып бүйтіп сөйлейтін де ғой. Көзі ісіп кеткен еше. Енді бой енді 3 раунд болды, бірақ күрестен кейін мен күреспеген ғой алдында төбелескен кезде. Бір күрес тұрғаннан кейін барып денем бәрі андай забиваться етіп қалады ғой. Қимылдай алмаймын. Өйткені үйренбеген. Әйтеуір 3 раунд төбелесіп, 3-ші раундта 3-сі сынды.
короче мынандай болду, құлаймыз Үш сынды? Алдыңғы ма? алдыңа ана жанынан үшеуі түсті, короче құлаймыз. Короче, достар, егер сіздер Мурат Легенданы үш түссіз көрсеңіздер, біліңіздер, ол Apache. Үшінші раундтандай сіз сынады ғой оның. Иә. Оны білмейміз пока сынғанын. Ана құлаймыз да, короче, ол үстіме жатады, бір қарасам үстінде тісі жатыр ананы, Мураттың. Кәдімгі үлкен тісі жатыр. Алдыңғы тісі ма? Алдыңғы, білмеймін, мына жерде бір ана алдыңғы тісі. Ұзын мынандай енді ана. Түбірімен түсіп қалған ба? Ja, түбірімен түсіп қалған. Мұратқа айтамын ғой жаңа, у тебя зубы упали деймін ана. Дейді. Айтамын, у тебя зубы упали, смотри. Ол неғып жүр тісіне ие болмай. Тістерін жақсы. Сонымен айтамын, у тебя зубы упали деймін, короче. Мен айтамын, я сейчас тебя еще буду бить. Я остальные зубы сломаю. Тебе это надо вообще. О здоровье подумай. Сен, короче, жатсың, сөйлесіп жатсың, да? Сөйлесіп жатырмын. Төбелес болып жатыр. Төбелес болып жатыр. Үшінші раундтың ортасына келіп қалды. Негізі өзім іштей шаршап тұрмын ғой, қандай. Әрең шыдап тұрмын, онда кішкене намысқа салып. Короче, есть такая вероятность, ребята, что он его не выиграл, а уговорил. Apache это может. Астында жаңағы күш деген жоқ уже. Сонымен айтамын да, осылай, давай, тебе это надо, о здоровье подумай. Это все, я сейчас тебе еще буду бить, деп кішкене духым жағып отырмын, сындырып отырмын. Тұрды да барып ана секунданттардың капасын ашқан кезде тағы да екі түс шыққан ғой ішіне. Сонымен секунданттар көргенде все шок өксік болды, тоқтап деді. Сонымен ішінен уф деп оны. Егер Apache деген лақабатын шаршатса сені, Дантис деген лақабат алуға болады келешекте. Негізі пачкем ұтылып отқан мен оған. Ұтылып отсың ба? Бірақ удармен былай тегіздің, иә? Чисто, сонда не екен ғой, тайгдаундар көп очко алып кеткен жаңағы. Жоқ, бір очко ғой енді. Үстінде жатса, ұрай берсе, онда иә. Сосын біліп правиласын. Жалпы Мурат Легенда жауынгер ретінде, қарсылас ретінде мықты ма, мықты емес па? Өзің үшін? Мен үшін ол физически мықты болды. Физически мықты. Бірақ техникалық жағынан әлсіздеу, да? Бірақ енді физикалық арқылы сені астында ұстап, шаршатып. Клубтың охраннигімен төбелесіп жатқан болсам, мужиктармен төбелесіп жатқан деген. Енді 10 кило үлкен еще. 10 кило. Ана сеткада жабыстырымыз ғой, солар ой келеді, бір айтпасам мужикпен төбелесіп жатырмын ау бір деп. 38-де ма сондай ғой, сондай ой келді да. Хорошо, что я не тот таксист дедім. Негізі намысқа салып айтыр, ұтылмау керек болды. Қайта шаршасам да. Иә, осы мен бір жақсы көретін әңгімем осы. Бізде көбінде ана қазақта сөз бар ғой, қоянды қамыс өлтірсе, жігітті намыс өлтіреді дейді. Біздің қазақ жігіттердің көбі, жауынгерлердің намысы мықты да. Ақша маңызды емес, титул маңызды емес, бірақ қазақ үшін жаңа кегін алу, қазақты ұтып алды дегенде сондай принципиальный моменттерде соңына дейін барады да. Мына соңғы біздің найзада Нұрбек Абдрахмановты ойлайсыз ғой. Сонда анау Нұрбек Абдрахмановпен оның алдында сөйлесіп жатсам, енді сен үшін не маңызды десем, Нұрбек аға, мына белбеу маңызды емес, мына жекпе-жекте дейді да. Мынау оның алдында мен екі бауырымды жеңіп алды дейді, жаңа Сүйек Сариев пен Жұман Жұмабековті. Мен сол үшін солардың есесін қайтарғым келеді дейді да. Енді мен ұтылсам, мынау бүткіл Қазақстан біздерге күледі ғой дейді да. Бүткіл әлем күледі дейді да. Мен мына жерде өлсем де ұтылмауым керекпін дейді да. Ана нокаутын көрген кезде, ана Нұрбектің сол жерде өзің қуанғанын көрдің ғой, сен болдың ғой сол жекпе-жек, айқайлаған көрдің, ол ең басында отырған сол мәселе да. Өте ауыр жекпе-жек болды. Мен сен де түсініп отырмын. Мурат Легендамен шыққан кезде енді жаңа оның алдында жаңа қазақ баланы ұтып алды. Кім дедің? Ақтілек. Ақтілек деген баланы. Мен көрдім ол жекпе-жек. Мен ол даже жекпе-жекте болған сияқты, біледі, Рамазан шақырған. Сол кезде сенің ішінде сондай бір үлкен жауапкершілік отырды ғой да. Негізінде сондай жекпе-жектер қиын болып келеді. Жаңа ұтылып қалуға действительно қорқып тұрасың да, бүткіл халық қарап тұр, бүткіл үлкен жауапкершілік сенде, оның алдында бір қазақ ұтылып қалды, екінші қазақ ұтылса, жаңа бізде сөз бар ғой, не істеп жатсыңдар деген сияқты, ұят болады деген сияқты. Ана астында жатқан кезде ше ойлаймын, мен осылай ұтылып жатырмын ба мен ондай. Енді защита қойып жатырмын, бірақ анда басында өз-өзімен борьба болып жатыр да ішінде. Ой кезінде ұтылып жатырмын ба, ұят болды ғой, ё-ма, бәрі қарап тұр, ертең тағы басқалар қарайды деген ондай. Өз-өзімен борьба болады бірінші, сосын барып екінші раунд айтыр. Болды, ше, аста, болды, ұру керек деген өз-өзіне. Бірінші өзіңді жеңіп, сосын барып ананы жеңесің ғой. Негіз бой кезінде соны сезгенім. Керемет. Енді мен түсінгенімше сен рухтың чемпионы болсаң, онда манаға белбеуді Мурат Легендамен таласып алған жоқсың ғой, дұрыс па? Оны қорғадым оған.
иә, ол жерде енді кулачка, мына жерде күрес бар кіші, ол бәрібір ма? Топ-ма келіскен, кімге қалай удобно. Жақсы, белбеуді кімнен алдың? Біреуде болды ма, или ортада тұрды ма? Ортада тұрды. Әлі белбеу ешкімде болмаған. Сол қарсылас туралы айтайық. Чемпиондық әлі болмаған ол кезде. Енді рухтың бастап атқан қанша, 1,5 жыл, 2 жыл енді басталып жатыр ғой енді. Чемпион болмаған, одан кейін ақыры енді чемпион анықтау керек деп, мықтыларын анықтау керек қой деп, уже сол кезеңге келіп жеткен кезде, давайте мен Ақтілекке жаңағы выезд тастаған, кет чемпионствоға төбелесек деп, определять етек деп. Сонымен алғашқы чемпион болдық қой, медиа лигасының. Иә. И арғыра екінші бойым, бірақ Мұратпен қорғау болды. Енді чемпиондық келесі ол жерде техника жағынан Ақтілек мықты болды. Ақтілекті сен ұтып алдың, белбеуге. Екеуміз белбеуге таластық. Иә. Неше раунд төбелестіңдер? 3 раунд төбелестік, 3 минуттан төбелестік. Кім-кімді құлатты? Бірінші раундта мен оны нокдаунға жібердім. Счет ашты. Екінші раундта, короче, ол мен ұрады, цеплять етіп қалады, короче. Артқы мен алдым орамда, алдым ол тастайды. Мен артқа қашып бартқанда, еще фронтально тұрып қалам ғой. Артқа құлап қалам андай. Тұрам уже андай нокдаун болған жоқ қандай. Бір құлатып алдыңдар бір-біріңді. Бірақ маған нокдаун ашқан жоқ. Өйткені мен фронтально тұрып қалдым, после атаки ше. И сосын барып екінші раунд мен по идее оны бар ғой, андай печеньнен ұрып қалғым келді просто андай. Игрался ғой да. Әдемі құлатқым келді андай. Өйткені уверен болдым. Солақайсың ба сен? Иә, солақаймын. Андай тренировка бәрі жақсы болған, өзіме сенімді болып шықтым. Просто әдемі болса печеньнен ұрып қалатайшы дедім да. И заигрался бірақ. Жақындап қалам, дық-дық бір-екі удар шығып кетеді андай. Бірақ печеньнен ұрып жүрмін. Екінші раундта жақсылап кигіздім да. И сеткаға тұрып енді добивать еткен кезде судья келді да, ажырасып тастайды. Мен ойлағам, қазір счет ашатын шығар деп. Ол жоқ, ондай жабысып қалды деп ойлап қалған ғой бізде екеуміз, андай клинч болып қалды деп ойлап қалдық. И үшінші раундта жақсы бір-екі удар жеп алдым енді. Плотно. Бірақ соңында алып кеттім ғой. Соңында жақсылап бір техникамен беріп, өзімде коронным бар, осында. Левый прямой, правый. Левый прямой, правый боковой. Сонымен раздельный решение маған берді, әйтеуір. Шүкір, чемпион болып. Сенің бапкерің оның алдында болған, жаңа өзің біреуге сәлемдеме жібердің ғой, ағамыздың аты кім еді? Марат Шалабаев. Марат Шалабаев ағамызға. Үлкен кісі ғой енді. Иә, кезінде қай жылдары? 8-9 класс болса? 2009-2010 жылдары сенің бапкерің болды, сені дайындады. Ол қазір сенің жекпе-жектеріңді көріп жатыр ма? Енді әрине, бүткіл Қазақстан менің айтыр үйдегі інілеріме дейін айтады, жаңа Апачи деп, анау-мынау. Сондықтан жаңа ол көрмесе де баласы немесе көршісі көрді ғой. Сен ол жерге оған сәлемдемесін айттың, дұрыс па? Одан кейін хабарласқан жоқсың ол ағаймен? Мен ол ағай негізі жат, шынын айтсам, қанша 10 жыл өтіп кетті ма? Ол бұрында қатысқаннан кейін уже 10 жыл өтіп кетті, оны барған. Хабарласқан жоқсың. Хабарласқан жоқпын, бұйырса бару керек. Иә, міндетті түрде мен ойлаймын, хабарласқаның дұрыс. Неге десең, ол сені көрген шығар. Енді ол үшін сен чемпиондық белбеу алғаның маңызды және де қуанышты болуы мүмкін, дұрыс па? Иә. Ол кісі еще Арман Ашин тренер ғой. Арман Ашин айтыр, бұрында мен залға ең алғаш барып жүрген. Қазіргі тренер ма или баяғы ма? Баяғы, бұрынғы бокстан жаңағы базы ғой. Иә. Сосын барып Еркебұлан Тоқтарның тренері бар, сонда өшін бәріміз бір залда шыққан. Бұрында кішкентай кезімізде бар, ондай сол базовый не болады еді, ондай школа бокса. Жақсы сборлар өтетін, ол жерде жақсы спаррингтер өтетін. Жалпы қалада ең жақсы залдардың бірі болатын сол кезде. Бұрында 2009-2010 қаладағы. Ал қазіргі тренерім Данияр Ибраев, менің досым, құрдасым. Осы бойға келгелі бері жаңа залда ашқан кезде жаңа сторисқа түсіргенмін. Содан бері келе жатыр. Оған да рахмет. Даник, салам алейкум. Иә. Дұрыс болатын шығар, егер сен бұрынғы бапкермен хабарласып, бір соның сезімін білсең да, ол сен үшін қандай сезімде болды, сен жеңгеніңді біле ма, білмей ма. Қазір рухта енді былай қарағанда, оны жаңа попы май дейміз, тағы да бірден оны жоққа шығару болмайды. Қазіргі таңда біраз балдар сол жерде жүр, жақсы өнер көрсетіп жүр. Менде де ол нәрсеге қарсы емеспін, бірақ жаңа лас нәрсені жоғалтқымыз келеді. Енді ол менің жеке өзім принциптарым. Рух біраз көрсетілім жинап жатыр, жақсы жауынгерлер шығарып жатыр. Мен өте қуаныштымын, өзің сияқты жігіттер өз-өзін сынап, сондай жаңағы бұрынғы спортта көрмесе де, жаңа жарысқа шықпаса да, сол жерде белбеу алып чемпион атанғаннан. Бірақ сен маған өзің айтшы, сен сол белбеуді мойныңа таққан кезде, беліңе таққан кезде қандай сезімде болдың? Беттауымнан. Жоқ, бір сондай өз-өзіңе қалай айтсам болады, мына бір қадамға жоғарыға көтерілдім, мен үшін бұл үлкен бақыт деген сондай бір сезім болды ма? Негізі, иә, бұл кәдімгідей по идее кішкентай кезінде андай болады ғой, олимпийский чемпион болғың келеді, андай боксқа барып жүрген. Енді әрине, иә, бір мақсатым болады ғой.
И бул жерде да андай енді ондай емес, енді бір кішігірім андай әйтеуір мақсат қойып соған жеттім ау дегенде жоқ мен ол жеңіс сен үшін жеңіс болды ма? Жеңіс болды. Керемет. Соны сұрағым келді. Кәдімгідей өз-өзіме. Неше күн тойладың айтшы? Көп тойлаған жоқпын. Бір апта. Екі апта шығар көп болса. Керемет. Екі апта тойладым. Қанша көрімдік жинадың белбеуге? Көрімдік вообще жинаған жоқ. Да? Берген жоқ па? Ондай жоқ, ондай болған. Белбеу, біздің балалар көбі белбеуді алады да жаңағы ел аралайды, көрімдік жинайды. Ода бір біздің қазақтың дәстүрі ғой. Жақсы. Ана бұрын сен киноға түстің, одан кейін жаңа рухқа шықтың. Қай жұмыс сен үшін қиын? Киноға түсу ма немесе төбелесу ма? Негізі бар ғой. О да жұмыс қой. Ол да жұмыс. Мына бойға шығу да оңай емес, өйткені сен 1-2 ай дайындаласың. Жоқ, сол қайсы қиын сен үшін? Мен үшін қиыны жеке сен өзің пікірің ғой. Мен ойымша айтайын ба, кино кішкене қиындау, өйткені бір нәрсені қайтадан дубль жасау керексің да, тура сол ойнап. Көп уақыт кетеді, иә. Ал бойда кішкене мен болдым бір рет, иә. Болдыңыз, а? Бойда кішкене 6 минут жаңа берілетін 6-7 минут бар, сол жерде барын саласың енді. Оның алдында жаттығу, бірақ 2 ай жаттығу бар. 2 ай жаттығу бар, ол да оңай емес. Негізі міне тұр, қара, жекпе-жек, міне кино. Қайсы қиын? Қайсы қиын дейсіз ба? Да, негізі сен үшін? Мен үшін жекпе-жек ау. Сонда да. Енді екінші сұраққа кетейік. Неге екенін мен білем. Жақсы. Енді екінші сұраққа көшейік. Қайсында ақша көптеу төледі саған? Ақша көптеу төледі, негізі жекпе-жекте. Жекпе-жекте да. Өкінішке орай кинода енді бірақ кино өзің киноларың ғой, иә? Коммерческий киноларың ғой. Ол жерде кинода андай ғой. 1-2 күнде түсіп тастайсың да. Иә. Сол 1-2 күнде ақшаны береді, ол әр жеңі жаңа ал бойдыкын, бір күнде келісілген уақытылы. Бірақ 2 ай дайындаласың. Бірақ 2 ай дайындаласың. Иә, сонымен уақытпен егер зерттейтін болсаң, жекпе-жектің ақшасы кішкене аздау болып қалады ғой киноға берген, да? Иә. Енді 2 ай жарым, допустим, дайындаласың 2 ай, одан кейін жаңа бір күн төбелесуің бар, салмақ өлшегің бар. А мына жерде бір аптада түсіп тастайсың да, гонорарыңды алып кете бересің дейсің ғой. 10 күнде түсіп тастайсың да баса бересің ғой. Иә, ол да бар. Анау еще дайындықтан бөлек питаниясы бар, витамины бар, барып келуің бар, ол тоже. Негізі гонорар көтеріңдер деп оны. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Достар, біздің ұжымымыз бұл жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып, сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра, сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. Пацанский историяда өкінішке орай мен көре алмадым, бірақ көп тизерларын көрдім және де іздеп табайын десем таба алмадым ютубта. Ютубта жоқ ғой. Кинопоиста? Иә, кинопоисттан көре аламыз. Біреудің жаңа платформасын жарнамалай берейік. Енді пацанский историяда болған қызықты оқиғалар туралы айта кетсең? Пацанский история. Мен үшін бір кино, сол кино андай қызық болсын көруге, тұрардай. Негізі қызығы айдеп мен ол киноға түскен кезде менде басқа рөл болған. Апачи емес, басқа андай сотық сататын, сотық жөндейтін ба, сондай бір рөл болған. И ол ана Қырғызстаннан жаңа актер келіп көріп болған. Иә. Санжан КВНчик бар ойса, Азия Микста. Иә. Қырғызстан баласы ғой? Иә, Қырғызстан. Екі ағайынды олар, иә? Коммузяктар сияқты ма біріне, да? Азия Микс. Азия Микс, иә. Соның інісі түсу керек болатын. Ол Қырғызстандық емес қой өзі? Қырғызстан. Қырғызстандық, екі ағайынды, иә. И одан да карантина не болған жоқ жаңағы. Вакцинация болған жоқ қой, сондай вакцинация өте алмады. И маған срочно түсе саласыз десіп маған. Келіп, срочно түсу керек деп. Қырғыздың рөлін ойнайсың ба деп. Енді қырғыз емес, давай сценарий бойынша қазақ қылып жедік деп өзімше кішкене ойлап тастағанмын да. Қырғызша сөйлеймін, давай дейді, бірақ бір-екі сөздер енді айттым қырғызша. Жаңағы киноға қызық жері айтайын ба енді. Ол жерде мен сізге андай біз анау Қырғызстанға бару керек болғанбыз ғой негізі. Қырғызстан емес, граница Қордайда жүрдік. BMW берген машина, механика, а мен машина айдап білмеймін. Ана жерде. Не бойынша машина айдап, балдар тасу керек ма ары бері. И сол жерде үйрендім ғой машина айдауды.
Механика ма? Сол жерде үйрендің ба? Иә, сол жерде. Қырғызстанда? Жоқ, Қырғызстан емес, Қордай жақта. Қордай жақта жаңағы. Анау начали дейді, бұрт өшіп қалады. Кешіңдер кәз деп бірге салып қайт, қып. 3-4 Автоматта болмады ма? Или механика болу керек еді сол ма? кездегі жылдар андай кішкене не ғой, ескі BMW сондай не ғой. Сол жерде айда береді ғой кинода. Енді амал жоқ енді. Рөлге түсу керексің, болмайды маған. Неше дубль біздің? 4-5 дубльдар бар. 4-5 дубльді машина үйренген болсаң, нормально сен қайта талантың бар жігіт екенсің. Енді бұрында кішкене кезде бір екі рет ана Жигулиді көргесің ғой былай айдап. Иә. Ана жерде чувствовать ету керек екен ғой, былай жіберіп барып. Әйтпесе солайынан өзіме қызығы сол болды, машина айдап үйрендім, киноға түсемін деп. Енді өзің жаңа айттың попымай деп. Бірақ енді өзің де боксқа қатыстың, ана қарсыласың да Ақтілек, ол былай қарасаң актер емес қой, Блогер. Иә, блогер, жақсы блогер. Бірақ енді екеуіңде біраз жаттығу жасап шықтыңдар, сен чемпион атандың. Енді ойда жалпы кәсіпқой кулачкиге болсын, немесе боксқа болсын, немесе ММА-ға шығатын ойың бар ма? Негізі ой болған, бір кулачкаға ма, бокста болады енді кішкене, кулачканың кішкене опасно ғой. Иә. Енді ол жерде КМС-тіктер, мастерлар шығады. Кәсіпқой боксқа шығуға болады жалпы, да? Кәсіпқой боксқа шығуға. Өзің деңгеймен бірдей спортшымен, да? Актермен бәрі. Жоқ, былай өзің салмағымен бірдей болса, жалпы сен қазір неше рекордың бокста? Бокста рекорд бар ма? Любительскийда ма? Жоқ, иә, любительский неше жекпе-жек өткіздің? 20 жекпе-жек өткіздім. Иә, сонда 20 жекпе-жекпен өткізген бір спортшымен шыға аласың ғой? Шығаламыз. Негізі. Болады негізі. Да? Негізі шығуға болады. Тек қана бокспен шығуға болады, андай кулачкамен шығу кішкене. Иә, мен өзімнің болашақта турнирларын ойлап отырмын ғой. Сен жақсы бокс салатын болсаң. Сен боксқа саласың ба, бокс салмайсың ба? Қазір тексереміз, кішкене пятнашка ойнап. Кішкене пятнашка ойнап айтамын. Сосын не ғой? Анау мына алдында мен оны ешқай жерде көрген жоқпын. Жаңа мен әріптестерім айтады, Апачи Хан Ата деген жігітпен төбелесуге жоспарлап жатыр дейді да. Сондай бар ма? Ондай бізде жоспар бар. Қазір оны разогревать етіп жатырмыз. Иә. Хан Ата деген кім? Мен бір-екі видеосын көрдім. Енді анау деген жігіт, енді әңгіме жоқ, маркетинг жағынан алатын болсақ, Вася Тақтай мен жаңа кім Рамазан Райымбердиев, бауырымыз. Әңгіме жоқ, жақсы істеген. Бірақ мен соны түсіне алмадым, сол жігітті. Ол шынымен сондай ойда ма, жаңа астральный космоста жүр ма? Шынымен сондай өмірлік позициясы ма сондай? Сондай енді. Иә? Сондай. Или ол ойын ба? Негізі мен ойлап, образ ба деп басында. Образ, иә. Бірақ образ емес, сондай адам деген ғой, негізі. Мен тәкті сондай адам болдым. Мен аюмен күрестім, жаңа аспанда төбелестім деген сол бәрі, да? Енді сондай адам мен. Сөйтіп айтып тұра ма, кәдімгі серьезно? Жоқ, енді серьезно сөйлескен кезде жаңағы космос деген әңгімелер болады енді арасында. Да? Енді камераға кішкене қатты қудырту мүмкін. Бірақ андай живой кезде тоже арасында бар. А сен онымен қандай ережемен төбелесейін жатсың? ММА-мен төбелесеміз. ММА? Также жаңағы 30 секунд бар. Ол күресте жаман емес негізінде, да? Күресте жаңағы тақтайдан айналып отыр қазір. А сен қайдадан дайындаласың? Мен қазір Golden Team'да. Golden Team деген. Golden Team. Golden Team білем ғой, ана. Қуаныш деген. Бауырымыз. Қуаныш деген. Жалпы енді тақтайда Golden Team'да мықты жауынгерлер көп па? Ол жерде молодой, перспективный, жаңағы Имамов нелерде шығып жүрген балалар. Тақта енді мен Golden Team'ді түсіріп жатқан жоқпын. Ода жаңа өседі ғой, Құдай қаласа үлкен деңгейге. Жалпы мен олармен бірге бір спаррингтерде болдым, жігіттерін көрдім, жаман емес, жақсы жігіттер бар. Бірақ енді Вася Тақтайдың клубы кәсіпқой ғой, көп деген үлкен промоушнда төрешілген жауынгерлер бар. Дәл солай сен енді жаңа лагерь есебінде өзіңе мына Алматыда кішкене такой тәжірибесі бар, жақсы кәсіпқой деңгейде мықты атақты жауынгерлер бар залдарды іздеп көрген жоқсың ба? Ойланып көрген жоқсың ба? Негізі ойланып көрдім, байдай залдар жаңағы сақ деймін жаңағы, дарс деймін бар. Негізі көп Алматыда залдар. Просто жаңа мен бокс талым жанында ішінде еді да жаңа Golden Team. Иә, алысқа бармай-ақ сол жердегі жігіттермен бір жағынан дұрыс, иә. Сол жерде ақсия береші дедім ғой. Иә, былай да жасауға болады ғой, мына жерде бокс, ана жерде күрес, дұрыс па? Мен көптеген жігіттерді көрдім ғой, дайындалған кезде мына жерде бокс дайындайды, ар жақта күрес дайындайды. Сондай жаңа әртүрлі бағытта дайындалады да. О да керемет нәрсе деп ойлаймын. Иә, бұл жерде Хан Атаны жеңе аласың ба сен?
Да? да бұйырса әрине. Егер анау Мұраттың үш түсін түсірдің, аның неше түсін түсіруге жоспар бар? Просто жағын сындырамау деп ойлап отырмын. Көп сөйлеп кеттік. Көп сөйледі ма? Неғыл деп айтты? Енді ол білетін адамдар білет, білмейтіндер оны. Маған айтшы, мен білмеймін. Көрген жоқпын. Көрген жоқса, оны айтатындай емес. Да? Айрам деді ма? Жоқ, айрамның неше түрлісі бар, жаңа қысты айтқанда айрам деген. Боғауызбен айтады ма? Боғауызсыз енді кішкене. Боғауызсыз. Тиетіндей кішкене. Тиетіндей бар. Өзің жұмысын жасап жатыр дейсің ғой, да? Өзің жұмыс жасап жатыр. Мен де өзім жұмыс жасаймын, бұйырса. Сен көп сөйлемейсің, да? Көп сөйлемеуге тырысамын. Бізде андай ғой, либо шоу жасайсың, либо бой жасайсың. Мен бойды таңдадым. Одан да бой жасайын дедім. Шоуды балалар жасай берсін, жасайтындар бар. Жаңа сөйлеп, не алатындар, трешток жасайтындар. Қанаты бізді көре ма, көрмей ма білмеймін, бірақ бір өзің жолдамаңды өзің неңде, жаңа принциптарыңда, сәлемдемеңді айтып жібер. Дайындалса, жақсылап дайындалым, оңай болмайды. Жағын сындырам деп. Жағын. Либо ұйықтатамын, либо жағын. Қандай раундта? Бұйырса. Бұйырса бірінші раундта өттім. Бірінші раундта. Созбай. Короче, достар, Апачи Қанатаны бірінші раундта или құлатам, или жағын сындыруға жоспарлап жатыр. Бұйырса, Просто. Мен қараймын ол жекпе-жегіңді енді, әрине. Келіп қарасана жоюда қызық. Ол не ғой, көрсетілімде көрсетеді ғой, былай жазады да содан көрсетеді, да? Или тікелей трансляция бола ма? Соны қазір ойластырып жатыр, либо может аренада істейтін ба, сондай деп қызық бола ма деп. Қазір салмақтығына. Қазір соны не отыр. Пока в процессе. Көреміз енді. Бірақ сізді шақырамыз міндетті түрде. Болды. Міндетті түрде келуге тырысамыз. Енді сол кезде ауылда болып жатсақ, ана бізде выездной жарыстар бар ғой. Атак менде де енді жаңа өзіңді танимын. Қанаттаны бір-екі рет көрдім. Енді Рамазан өзіміздің інілеріміз, міндетті түрде баруға тырысамыз ғой, көруге. Қызық болады деп ойлаймын. Қанаты енді действительно мен таңғалдым енді оны көрген кезде. Манағы жаңа жекпе-жектерін емес, сөйлеген ондайды қызық болады екен ғой деп. Ондайлар бар енді. Жоспармен бөлісіп кетші ма. Енді әрине рухтың чемпионы болам, одан кейін жаңа тағы да бірдеменің чемпионы болам. Ол жалпы енді былай өзің үшін сен внутренний, как говорится, андай келісімшарттарды толтырып жатсың ғой жаңа. Спортивный жағынан, анау тағы да басқа жағынан. Өзінің бағытың бойынша актерлық, кино, тағы да басқа қандай үлкен арман, үлкен жоспарларың бар? Негізі енді жаңа спорт жағынан жаңа айтқандай негізі жаста келді, 30-дан ғой по идее, да? 30-да? 30-дан. Мен 40-тамын. Мен айтып жатырмын ғой жас келді деп. Мен былай ойлап жатырмын, менде әлі 30 жыл бар, Алланың қалауымен егер тірі болсам, продуктивный 30 жылда мен мынаны істей аламын деп. Сондықтан енді 30 жас керемет жас. Негізі ма? Әрине. Бірақ кішкене спорт планы, тренировка істеп жүресің да, туалет ортасында ішіне болады, мен не істеп жүрмін, мен барып киноға түсіп, сериалға түсіп жүре берсем болады деп іште жаңа нелер болады, ондай ойлар келеді. Тайдыра бастайды. Ондай ой бәріміз келеді. Бірақ ол ойға сене беретін болсақ, ол ойға қарай беретін болсақ, отырып қаламыз ғой. Бірақ жасау керек, неге жасамасқа? Шүкір жасадық, қазір спорттан енді чемпион болып жатырмын, енді бұйырса план бойынша жақсы бір киноға, өзім кино түсіру ғой, өзім командам бар, сценарист команда, Бақтияр Талиқбаевтың команда, жаңа КВН-нен келе жатыр, қазірге дейін уже шоулар жаңа нелер жазып жатыр, арасында сериал жазатын бар, біреу-кеулер жаңағындай қасына жүреді, біреу қандай нелерге, жұмыспен, сценарист болып жұмыс жасаймыз. Бұйырса жоспарымыз кино түсіру жаңа командамен бірге, өзімді жаңа ішіне түсіп, жақсылап жаңа кәдімгі сапалы кино да, қазір көп кинолар шығып жатыр, енді кішкене арасында енді бәрі емес, арасында просто түсіріп ақша тауып жатыр да. Хочется, чтобы бәрі көріп, мына жақсы кино екен деп, сапалы кино түсіріп, енді, конечно, ақша көп ақша табу. Кино жағынан, тек қана бір жақтан емес, енді сценарий жағынан да жаңағы жақсы бір сценарист болу деген тоже қазір көп жерде сценаристер керек. Енді мысалы, жаңағы шоуларда да, жаңағы любой нәрселерде сценарист керек болады бұл. Бұрында сценарист ұра үйретеді да, бұл примерно жауап алып. Ал қазір сценаристер керек, сол үшін тоже бір бұрын өзім сценарий жазатын едім, қазір сценарист керек екенін түсіндім. Андай кухнясы болады жаңағы кино, сериалдардың арасында сол өздерінің сценаристері біледі жаңағы. Әрине. Сол кухняда кішкене абыройлы жаңағы авторитетный болу, да, болашақта жаңағы лидер болу ғой, сол жердің. Сценарий керек деген кезде, мына команда бар ғой, жаңағы Бақтияр Талиқбаев командасы бар.
солар шақырайықшы, олар жақсы жазып береді деген сондай бір абырой ғой. Ал спорт жағынан жаңа сіз айтқандай бір боксқа шығып, аренаға шығып төбелесіп. Арена жинаған келіп тұр ғой, иә. Халықтың көп, ана атмосфера бар ғой, жаңа Найзада мен көргенмін. Ана шығып, мен қазақпын деп тайлақтың бойын көрген бар. Bir досым шақырды, сонымен именно соны келген кезде соны қойғам, ана атмосфера бар ғой, андай UFC-дағыдай болады, үлкен атмосфера, ана жерге шығып көреді, тоже арман ғой, енді бұйырса шығамыз енді деп жатырмын мен. Болды, міндетті түрде соны жасауға тырысамыз, неге жасамасқа? Осыдан 2 апта бұрын сен Ақтауда Шакенти, Фанил, және Донченко, Данил, және де бір топ балдармен біздің әріптестерімізбен бірге реалити түсірдіңдер, Найзакам. Сен сол жерде бір команданың жүргізуші ретінде атандың, және де мен саған қоятын сұрағым, сол реалити осы енді 2 апта өтті ғой. Есіңде қалған сәттері және де қандай әсер тигізді саған? Реалити өте керемет болды. Бұйырса шығып атса осы каналдан көріңіздер. 15 тамыз күні. 15-ші. Апачи, Шакенти, тағы да басқа жігіттердің қатысуымен реалити кемп шығарды. Ақтау астында. Керемет, өте қызық болды негізі. Бұл анда кішкене балдар профессиональный боевистер біз көріп, балдар жан-жақтан келген. Ана біздегі жаңағы челлендждер бар ғой. Атты аударыспақ, мана садақ ату, кішкене мен өзі садақ атып көрдім. По идее ойлайтынмын садақ ату деген андай не оңай нәрсе ау деп ше. Балдарды ататын кезде деп кішкене шәліп прикол ұстап, неғып отырып қой, әзілесіп отырып. Өзім ататын кезде, оказывается оңай емес екен, тартудың өзі біраз күш керек, састықтан қысу. Сол кішкене маған қызық болды, жаңалық болды сол жердегі. Образдардан, образ емес жаңағы персонаждар жаңағы спортсмен, олар образ емес, олар өздері хоккеист адамдар. Олар ешқандай не қылмайды, өздерін көрсетеді. Біраз жігіттер мені таңғалдырды, біраз жігіттер енді көзге түсті. Гангстер особенно. Гангстер туралы отырып айта алмайсың, жүріп айту керек. Сондықтан сол туралы жүріп айтайықшы. Гангстерға бүйтіп көрсетсең де болады да. 12-17 район деген. Сол есіңде алып қоймана гангстер. Братан, 12 район сила дешті. Сөйтіп айта ма? Жас жігіт өте характермен потенциальный жаңағында көрініп тұр, кішкене андай навыктар жоқ шығар балай. Күрестен неден, бірақ дух пен характер анада бар енді. Болашақта ол бағада мінез шығады. Одан кейін барып кім? Еркебұлан Джон Джонс дейді ғой қазір. Бізде өзіміздің арамызда сол жерде алып кеткен. Қазақтың Джон Джонс. Қазақтың Джон Джонс өйткені бой ұзын. Оның жағдайы туралы айтпақ қой, неге десең реалитиді ашып тастаймыз да, бірақ жалпы өз туралы айта бер. Ана былай несін персонаж ретінде ма? Антропометрия жағынан. Өте қызықты, және де сондай бір кейбір кезде реалити емес, жалпы жекпе-жек өткізген кезде енді әрине мен үшін көп жерлерде Донченко жауынгер, бұл жай ғана өзінің Украинаның елінің жігіті емес мен үшін. Бұл әлемнің жігіті да сондай да. Кезінде анау бізде қазақта сөз бар ғой, үйдің баласы болма, елдің баласы бол деген сияқты. Ол дәл солай бүткіл әлемнің баласы, 5 тіл біледі. Ондай бағытта балдар дамытқан кезде қарамайсың. Қазақ па, орыс па, Дағыстан ба, тағы да басқа. Ал енді осындай солардың арасында өзіңнің бір қарагөз сондай мықты жігіттерді көрген кезде қуанып қаласың да. Ол дәл сондай бір мысалға келтіретін жігіттердің бірі. Бой десе бой бар, ой десе ой бар, қап-қара, білегінде күші бар, жүрегінде рухы бар деген сияқты. Сол жігіт туралы айтып жатсың ғой. Еркебұлан, молодец. Одан кейін барып Расим деген. Расим, жергілікті бала ғой, Дартин клубының баласы. Сол жігітте негізі кәдімгі көрініп тұр. Уже ана дайын жігіт. ММА, дайын жігіт кәдімгі техника жағынан. Оның бір несі да, айта кетейін, оны айту керек. Оның реалитиге келген бір ғана несі болды, мақсаты болды. Ол мақсат туралы сен білесің. Ол мақсат туралы сіздер егер қандай мақсат екенін көретін болсаңыздар, білгілеріңіз келсе, міндетті түрде реалитиді көріңіздер. Неге десеңіздер, ол өте қызық мақсат. Ол сол мақсат орындағаннан кейін реалитиді тастап кетті. Бірақ не мақсат екенін сіздер тек сериалда көресіңдер оны.
не үшін енді өте сондай шок болдым мен. Сен сол үшін келдің ба десем, иә сол үшін келдім дейді. Мен айтамын, сен еркексің дедім. Еркексің дедім. Одан кейін барып кімдер болды? Беслам жаңағы. Кабардино-Балкариядан келген. Таджик бала болды, Таджикстаннан келген. Ресейдің Глебі болды мықты, иә? Глеб мен де таң қалдырды. Открытие болды, таң қалдырды. Біраз жігіттер болды, бәрін айта береді. Шерхан деген жаңағы молодой бала. Шерхан, ол тоже жақсы бала жігіт, жақсы жігіт андай. Көрініп тұр, болашақта біраз жерге баратыны. Негізі біраз жігіттер енді есте қалды. Эмоциялар бар. Әлі жібермей жатыр. Кеше алдында Шакомен сөйлесем, Нұрбек әлі жібермей жатыр дейді, эмоциялар. Әлі есінде балдар жақсы деп не істеп жатыр. Мен шын айтсам, кеше алдында кіммен Шакомен сөйлескенде де өзім айтқам. Менде де мына командамен байқап тұрмын да, әлі бір әсерін қалдырды да, мына жерде анау лагерь бар ғой, детский лагерьге барасың ғой, детский лагерьден кетіп жатқан кезде бір-бірімен қоштасқың келмей тұрады ғой, дәл сондай жағдай болды деймін да, бәрімізбен. Бірақ артынан бізде шара болды ғой, сонымен жаңағы ау деп бәрімізді айтып қой. Негізі иә, өте қызық болды. Көріңіздер. Комментарий қылып, кім ұнады, қай персонаж, қай жауынгер. Бізде былай болды ғой, жігіттер, реалитиде. Күн сайын сайыс. Ол сайыста екі команда. Оның ішінде бапкерлер бар, жүргізушілер бар, және де команда бар. Қай команда жеңеді, ол былай жүреді ғой шоколадта. Екінші команда, олар не істеген, көргілерің келсе, осы реалитетке кіріңіздер, көріңіздер. Неге десеңіздер, қызықты нәрселер өте көп. Сөйтіп сатайыншы да. Шынымен де қызықты нәрселер. Шынымен де қызық нәрселер көп. Ондай грязный, ондай ештеңе болған жоқ, чисто жігіттер. Жігітше болды. Бірақ енді дегенмен ұнаған жоқ көбіне. Жасаған адамдарға. Керемет. Жалпы Ақтау өзіңе ұнады ма? Сен Ақтауда бірінші рет болдың ба? Ақтауда мен екінші рет болдым, екінші рет. Ұзағынан екінші рет. Бірінші рет келгенде 1-2 күн болған шығар. Қай жылдары? 2000 деп қойым. 22-де ма? 20. 2 жыл болды. Ол кезде пандемияның кезі еще, жоқ, пандемиядан кейін. Кейін қандай. Творческий нәрсемен барып өткенбіз ғой. Жалпы Ақтау өзіңе ұнады ма? Ақтау маған өте қатты ұнады. Бұлай жүре ғой, бауырым. Бұлай жүре ғой. Ақтау өте қатты ұнады. Басқа жағы. Енді біраз болғаннан кейін жан-жағын көріп, Рикста деп оны, пляжда, біраз жерлеріне барып, Форт Шевченкоға барып көрдік. Риксіз қалай? Риксіз кайф қой. Риксізда өмір сүргім келеді, просто барып. Бұл жағында 3 күннен кейін үйдегі жүргенде болсын, шығып барып, далаға шығып қайтайын, тамақ ашып қайтайын барып деп. Риксіз өзіме де ұнады, керемет болды. Ақтауын жаңағы набережкаларындағы жаңағы кәдімгі жақсы әдемі қылып жасап қойған, кешкісін жүріп қайтатынымыз бар еді. Иә. Жаңағы катердағы сыртынан қарайсың, катермен шығып, сыртбай жағалауын қарайсың ғой. Кәдімгі әдемі көрінеді, шетел болып тұрған жер ше. Ақтау әлі дамиды деп жатыр. Даму керек бұйырса оған. Кеше ғана қашан бір ел президенті айтты ғой, Ақтау деген екінші Дубай немесе жаңа анау Азербайжан туралы бір салыстырып айтты ғой, сондай болу керек деп. Содан бір көп жұмыстар басталып жатыр. Мен ойлаймын, ол жер деген еліміздің сондай көретіндей. Менің арманым, әрине туризм даму керек, бірақ менің арманым Ақтау сияқты қалалар. Мен Ақтаускімен бәрін Ақтауға жасау деген мәселеде емес. Просто Ақтауда теңіз бар. Сол үшін өзім үшін Ақтауда спорттық туризм даму керек деп ойлаймын да. Керемет план. Егер жаңағы квартал сайын марафондар болса, Алматыдағыдай болып жатқанда 10 мың, 15 мың адам жинайтын болса, одан жаңағы оушенмендер болса, жақсы Ақтаудың суы салқын десек, Фетисовада бар, жып-жылы 26 градус. 7-8 ай оушенмендерді былай өткізуге болады. Одан кейін триатлоның бар, одан кейін шахмат жақсы дамып келе жатыр. Бокс бүткіл әлемге танылған, Әділбек Ниязымбет, тағы да басқа, Ердос Жанабергенов, Нұрдәулетов Бекзат бар, әлем чемпионы бокстан. Сондай мықты жауынгерлер бар, мықты бағыттар бар. Батырбол бар, атты өзім Батырбол деп көрдім. ММА, найза, тағы да басқа. Айта берсең көп, сондықтан Ақтау құлақтарыңызға алтын сырға спорттық туризм и событийный туризмді көбірек дамыту керек деп ойлаймын. Біраз әңгімелестік, жақсы әңгімелестік. Мен үшін енді өте сондай, қалай айтсам, қызықты интервью болды деп айтсам қателеспеймін. Саған көп рахмет. Осындай келіп, уақытыңды бөліп, өзің туралы, және де өзің кәсібің туралы, және де бізбен болғаныңа рахмет. Мен шын айтсам, оның алдынан жігіттер айтып отыр, Апачи деген, жалпы өзіңмен таныс емес, бірақ андай
көп жерлерде айтамыз ғой, танысқанға қуаныштымын деп, мынау шынайы кәдімгі қуаныштым да бауырым. Саған сәттілік. Саған сәттілік, рахмет. Әлде де Құдай қаласа, мен саған алдында бірінші сөйлескенде айттым ғой, бұл бірінші реалити емес, соңғы реалити емес. Сондықтан әлде де. Мен саған бір сұрақ қойуды ұмытып кеттім. Сен оның алдында мен естігенім бойынша сен бір реалитиге түстің, иә? Иә. Бір емес, тағы да реалитиге түстің ба? Жоқ, мен бір реалитиға түстік, жаңа рухтың реалитиға түстік. Одан кейін бір реалити жаздым. Неде футбол жайлы реалити болды. Үшінші реалити болып тұр, осы жыл болды. Мен енді андай стандартный сұрақ қоймай қойым, анау жаман ба, мынау жаман ба, давай бүйтіп сұрайым. Ұқсай ма бір-біріне реалитилер? Жоқ, ұқсамайды. Үшеуі де әртүрлі ма? Үшеуі де, футбольный енді біз... Ол футбол, жақсы. Рух пен Найзаныкі ұқсай ма? Найзаныкі жоқ, ұқсамайды. Өйткені форматы, позициялар бөлек, форматы бөлек, жаңағы и жаңағы правилалар бөлек, ережелер бөлек. Мен ойлап отырмын, енді сен кәсіпқойға шығам дедің ғой. Бұйырса. Құдай қаласа. Мен ойлаймын, в любом случае екеумізде бар. Айка, засеки 20 секунд, давай мы 15-ки поиграем. Не минуту, потому что, зачем нам долго драться? Мы же старые. По плечам, 15-ки, бір 15-ку көржек, мен сенің деңгейіңді көрейін бокстан. Левша, ал кетті, бисмилля. Жаман емес. Красавчик. Неплохой бокс. Честно скажу, неплохой бокс, хороший бокс. Рахмет саған бауырым. Сізге рахмет көп-көп. Сәттілік. Шақырғаныңызға рахмет, осылай. Мен негізі интервью олай бермейтін көп. Вообще бермейтін. Бірінші интервью. Алғашқы интервью десем деп болады. Сіздерге тілейтінім жаңағы берекелі болсын. Аумин. Биіктердің жаңағы көріне беріңізде бұйырса, Найзадан көп тағы да боецтер UFC-ға шыға берсін. Аумин. Жаңағы сізге көп рахмет. Қазақ жігіттерін жаңағы жалпы спортсмендерді қолдап, возможность беріп жатқаныңызға рахмет. Енді берекелі болсын, бәрі жақсы болсын. Сізге көп рахмет. Денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз. Аумин. Бәрі қазақша кетті ғой, қопылмайтын жігіттер болса да. Сонымен жігіттер, Құдай қаласа 15-ші тамыз күні біздің YouTube арнамызда реалити шығатын болады. Оның алдында немесе сол 15-нен кейін біздің екеуміздің сұхбатымыз көргеннен кейін тағы да түсініп жатарсыңдар. Баршаларыңызға бізбен болғандарыңызға рахмет. Және де Апачидің қарсыласы туралы Хан Ата бар, оның алдында Мұрат Легенда, тағы да оның реалитиге қатысқандары туралы пікірлеріңізді комментарийде жазып отырыңыздар. және де ұнады ма, ұнаған жоқ па біздер білу үшін дизлайк, лайк басып отырыңыздар. және де жазылыңыздар. Рахмет. Найза Кэмп Реалити, Ақтау қаласында 16 бойцов будут тренироваться под руководством двух чемпионов Фаниль Рафиковым и Данилом Донченко. Тек екі мықты жауынгер Найза лигасында кәсіпқой жекпе-жек өткізеді. Найза ТВ YouTube каналынан көріңіздер. Приятного просмотра! Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира.